Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте жұмсақ, мен балаларым сүйіп жейтін сосиска в тесте дайындаймыз. Арасы осылай толық піскен, жұмсақ болып шығады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық сосискиді осылай бөліп алдым, себебі жегенге өте ыңғайлы. Енді ұнымызды сеуіп, менде пирожкидің қамыры қалған болатын. Оны морозилкада сақтаймыз, соны алдын ала бүгін ертерек алып шығып қойдым. Сіздерге міндетті түрде ссылкасын қалдырамын, сол рецепт бойынша жасасаңыздар болады. Қазір артық қалған тестаны қайтадан сақтайтын боламыз. 20-30 граммнан осылай барлық неше сосискиміз бар, сонша қамыр бөліп аламыз. Артық қалған қамырды қайтадан морозилкаға саламыз, ештеңе етпейді, келесі қолданғанда жарай береді. Осылай сосискиімізді қамырмен қаптап, ұнға аунатып, барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Табаға майымызды қыздырып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Біздің сосиски в тестеміз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Динара.